Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай нәзік, жұп-жұмсақ, кереметтей дәмі тіл үйіретін испанский чизкейктің кем емес творожный пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін өткізбей көріп, видеома лайк қойып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға творог, яғни сүзбемізді салып, үстіне жұмыртқамыздың сарысын, кукурузный крахмал және сгущенка салып, блендердің көмегімен бір келкі етіп араластырып алатын боламыз. Миксермен болмайды, міндетті түрде блендермен езу керек. Міне бізде осындай масса дайын болды. Кебу ыдысымызға жұмыртқамыздың ағын салып, миксерлейтін боламыз. 1-2 минут миксерлеген соң ванильный сахар салып, 4-5 минут миксерлейтін боламыз. Міне біздің меренгамыз дайын болды. Дайын болған творожный массамыздың үстіне меренгамызды салып, араластыратын боламыз лопатаның көмегімен. Көп араластыруға болмайды. Дайын болған массамызды формамызға құятын боламыз. Менде форма 21 диаметр. Формамыздың астын фольгамен төсейтін боламыз. Және бортиктерін міндетті түрде қатты қысып қою керек. Духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып, 40-45 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пирогымызды толықтай суытып барып қана формадан алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз толықтай суыды. Енді оформленияға кез келген дәнектер, фрукты салсаңыздар болады. Мен осылай шоколад құйып шықтым. Шоколадты да толықтай суытып барып кесу керек. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға тіркеп жазып кетем, сол жерден көре аласыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк қойып, комментарий бөліміне осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация бөлімін басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.